Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен тағы да тауықтың төс етінен тез, жылдам дайындалатын, жұмыстан келгеніңізде тез дайындай салатын тағамды жасап көрсеткім келіп тұр. Ол тауықтың төс етінен жасалатын тағамдардың қатарына кіреді. Сондай дәмді тағам. Міне осы керемет дәмді тағамды сіздермен қазір жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге тауықтың етін алдық. Тауықтың еті тез пісетін ет, сондықтан жастар жұмыстан қайтқанда тез пісіретін тамаққа ұмтылған кезде осындай тауықтың еті бізді құтқарады. Сондықтан осы тауықтың етіне байланысты айтып отырмын. Бұл жерде бір 600 грамдай ет бар. Сосын бір сәбіз алдық, бір пияз алдық, бір стакан қара құмық алдық. Оған кішкентай 2 қасық томат алдық. Енді мына соя соусы керек, сосын бізге дәмдеуіштері керек. Мына екі ортада тауықтың етін табаққа салып маринадтап қоюымыз керек. Сол үшін бізге мына тауықтың табақ керек. Ол табаққа біз мына дәмдеуіштерін бәрін қосамыз. Сосын мына соя соуын қосып әдемілеп. Бір 10-15 минутке қоясыз, болды. Сондай маринадтап әдемілеп әдемі болып тұрады. Ол екі ортада сіз сәбізі мен пиязын бәрін дайындап алыңыз. Екі жағын әдемілеп қора беріңіз. Әдемілеп қорғауды өткесем, 3 минут. Керемет иіс шығады қазір себебі дәмдеуіштерін есебінен керемет иіс шығады. Тауықтың етін біз онша жей бермейміз, негізі жей береді тауықтың етін. Орыстар бұны белый мясо деп сондай тамаша етеді. Өстіп еттің екі жағынан қуырып алды. Міне тауықтың төс еті қуырылып жатыр. Керемет болып керемет тағам болады. Міне сәбізі мен пиязын қуырып алдық. 5-10 минут. Енді мына қара құмықты салып жатырмыз. Қараңыз. Енді бұның үстіне кішкентай су құю керек. Суын құйып, тұзын бәрін көріңіз. Тұзын дәмдеуіштерін бәрін осы жерде салып жіберіңіз. Қарадық, бір қайнап шығу керек. Мына қара құмымыз қайнап жатқан кезде осыны мына қуырған тауықтың төс етін салып жіберіңіз. Енді бір 20 минут тұрады. Қақпағын жауып қойыңыз, жай отта керемет тағам болады. Алла қаласа. Міне 30 минут тұрды. Мен көбірек ұстадым. Тамақ дайын болды. Қазір дастарханға барады. Міне жұмысына 10 минут, дайындалу уақытына 20 минут уақытыңыз кетсеңіз, жарты сағат уақытыңыз кетеді. Сондай керемет диеталық тағам десе де болады. Қалай атасаңыз да болады. Керемет тағам. Міне осындай, осы әдісімді де көріңіздер. Тауықтың төс етінен жасалған тамақтары өте көп. Бірақ менің осы әдісімді де көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Менің инста парақшама да кіріп жүріңіздер. Менің каналымды қуаттап, қолпаштап жүргендеріңізге мың алғыс, астарыңыз дәмді болсын.